Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан шығатын ашмаған қамырдан, яғни үгілмелі қамырдан осындай сосиска в тесто жасайтын боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен ыдысымызға қажетті мөлшерде ұн, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап тұрып араластырып, крошка дайындап аламын. Дайын болған крошканың үстіне 10 граммдай разрыхлитель тесто, яғни қопсытқыш қосып, тағы да бір-екі етіп араластырамын. Екінші бөлек ыдысқа осылай 2 жұмыртқаны, айранды және де дәміне қарай тұз қосып, және де салқын су құйып, жақсылап тұрып бір-екі етіп араластырамын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Енді осы дайындалған массаны крошканың үстіне құйып, жақсылап тұрып, қолмен жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Осылай орташа тығыздықта қолға жабыспайтын осындай қамырды дайындап алдым. Енді бұл қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамын. Қамырды алып, 2 бөлікке бөліп, бір бөлігімен сосиска в тесто, яғни пирожкимді жасайтын боламын. Әрі қарай бір бөлігін холодильникке сақтап, немесе морозильникке 1 ай бойы сақтап қолдана берсеңіздер де болады. Осылай оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп, орташа қалыңдықта қатты шығартпай жайып аламын. Жайып болғаннан кейін осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, осылай кесіп шығатын боламын. Осылай алдын ала сосискаларды дайындап алып, тестаға осылай видеода көрсетілгендей орап шығамын. Сіздер бұдан да әдемі етіп орасаңыздар болады. Менде сәл асығыстау болды, бірақ тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі де өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Осылай барлығын жайғастырғаннан кейін противенге орналастырып, үстіне жұмыртқамен сүтті араластырып, бетіне жағып шықтым. Осылай қызып тұрған пеште 35-40 минут көлемінде пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз. Қараңыздар, пирожки осындай қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Сізде тура осы рецептпен ашытқысыз осылай жасап көріңіз. Бір жасағына сәтті әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы.